Бүгін біз ұзақ талқыланған, көптен күткен ойын бизнесін реттеу, яғни лудоманиямен күрес бойынша, яғни мұнда үлкен қаражат айналып жатыр. Мәселен, былтыр букмекерлік кеңселердің жылдық айналымы бейресми ақпараттар бойынша 1 триллион теңгеге жеткенде, белгілі блогерлер, медиа жұлдыздар да осы зиянды құбылысты жарнамалап жүрген бәрі. Бүгін біз ұзақ талқыланған, көптен күткен ойын бизнесін реттеу, яғни лудоманиямен күрес бойынша заң жобасын қолымызға алып отырмыз. Біз бұл заңды 1,5 жыл күттік. Осы кезең ішінде қаншама талқылау, көптеген пысықтаулар болды. Қоғам дертіне айналған бұл мәселе жөнінде көптеген депутаттық сауал жолданып, арнайы отырыстар ұйымдастырылды. Осыған жауапты мемлекеттік мекемелер, өкілділер шақырып, тыңдауларды өткіздік. Ең бастысы мәжілістегі барлық фракция өкілдері осы заң жобасына бастамашы болып отыр. Сонымен бірге президент жанындағы жастар кеңесінің өкілдерімен, ұлттық құрылтай мүшелерімен де бірге талқылаған болатынбыз. Қоғам белсенділері мен сарапшылардың қатысуымен қарастырдық. Қысқасы, заң жобасына үкіметтен қорытынды алу оңай болған жоқ, бірақ барлық белсенділерге осы жұмыста табандылық танытқан, талап танытқан азаматтарға алғысымызды білдіреміз. Әдетте басқа заңдар бойынша қорытынды 1-2 айдың ішінде күтетін болсақ, бұл заңға келген кезде бізде тым созылып кетті. Бірақ дегенмен осы жерде арнайы спорт және туризм министрлігінің де табанды еңбегін ескеру қажет. Министр бастаған, мына жерде вице-министр азамат отыр. Барлығы мейлінше бізге көмектесуге тырысты. 2 шақырылымдағы депутаттық тәжірибемде осыншама ұзақ уақыт бойы үкіметтік қорытындыны бірінші рет алып көріп отырмын. Мен өзім тарихымда бірінші рет. Демек, мұның айналасында мүдделі топтар, лоббистер бар деген сөз, яғни мұнда үлкен қаражат айналып жатыр. Мәселен, былтыр букмекерлік кеңселердің жылдық айналымы бейресми ақпараттар бойынша 1 триллион теңгеге жеткен деген. Сондай-ақ бүгінде құмар ойындары жылжымайтын мүлік нарығын басып озып шыққан. Сондықтан осынау заң жобасы өте өзекті әрі қоғам үшін маңызды екені анық. Тіпті бұл мәселені ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі бірнеше рет көтеріп, нақты тапсырма берді. Қауіпсіздік кеңесінің отырысында да, ұлттық құрылтайда да бірнеше рет ерекше тоқталған жақсы білесіздер. Шыны керек, қазіргі таңда Қазақстанда ойын құмарлық індеттей өршіп, ел қауіпсіздігіне қатер төндіріп отырған барлығымыз білеміз. Шыны керек, қазіргі Қазақстанда ойын құмарлықтың мәселесі өте жоғары. Оның басты себебі құмар ойындарының жұртшылыққа оңай қолжетімді болуы және оны ұйымдастырушылардың интернеттегі сайттарының кеңінен таралуы. Деректерге жүгінетін болсақ, соңғы 2,5 жылда еліміздің әрбір 5-ші адамы ойын ойнайды екен. Сондай-ақ құмар ойындарына қандай да бір қатысы бар. 400 мыңдай азамат ойынға салынып, букмекерлік кеңселер мен казинолардың тұрақты клиентіне айналған. Ажырасулардың 40%-на осы лудомания тікелей себеп болып отыр. Тұрмыстық зорлық зомбылыққа баратындардың да дені осы құмар ойындарына шалдыққандар. Мәселен, 2022 жылдың елімізде 3676 азамат өз-өзіне қол жұмсаса, олардың әрбір 5-шісінің себебі лудомания екен. Өкінішке қарай, бұл дерт қазір әскерде де кең етек алған. Бұрын сарбаздар арасында әлімжеттік бар болғанымен, суицид өте сирек болатын. Қазір әлімжеттік азайғанымен сарбаздардың өзіне қол жұмсауы жиілеп кеткен. Олардың көбі құмар ойындардың шырмауынан шыға алмай, осындай жан түгеушілік қадамдарға барып отыр. Сонымен қатар қылмыс жасайтындардың 20% лудомандар екені белгілі болып отыр. Олар бәске тігетін ақша табу үшін алдымен қарыз алады, содан соң ұрлық, тонау секілді қылмыстарға барады. Былтыр ғана жан түгеушілік жағдай болған, өзінің бірге тұрып жатқан әйелін және оның 2 баласын аямай, аяусызда өлтірген азаматты да бәріміз жақсы білеміз. Осылайша лудомания 21 ғасыр дейтіне айналып отыр. Тіпті мектеп оқушылары да ойынға қатысып бәстіге алады. Олардың ересек туыстарының атынан тіркеліп, ойнау фактілері жиілеп кеткен. Мәселен, шамамен еліміздегі әрбір 5-ші жас букмекерлік кеңселерде бастық екен. Бұл дегеніңіз 1 миллионнан астам жас кемінде бірнеше рет құмар ойынға бастықкен деген сөз. Бұрын ойын автоматтарымен ойнаса, енді оның барлығы онлайнға көшті. Бала кезінен құмар ойыннан үйір болған балалар өсе келе оған бір жолата тәуелді болып қалуда. Оның соңы қарызға кіруге, суицидке, ажырасуға және маскүнемдікке алып келеді. Ақыр соңында бұл жеке адамның ғана емес, отбасының бүкіл қоғамның проблемасына айналды. Бүгін қарастырылғалы отырған заң жобасы осы мәселені ауыздықтап реттеуге арналған. Құмар ойынның бұлайша етек алып кетуінің оның ешбір тежеусіз жарнамалануы да себеп болып отыр.
Букмекерлік кеңселер жарнамаға қомақты қаражат жұмсауда. Телеарналар, ресми интернет сайттар, YouTube арналар, TikTok, Instagram, Telegram сияқты әлеуметтік желілерде букмекерлік кеңселердің жарнамасы толып жүр. Сонымен қатар кейбір қоғамдық пікір көшбасшылары, белгілі блогерлер, медиа жұлдыздар да осы зиянды құбылысты жарнамалап жүргенін бәріміз жақсы білеміз. Ұсынылып отырған заңда құмар ойынды жарнамалауға да тыйым салынған. Енді осы заң жобасын тағы да жан-жақты пысықтап, тез арада қабылдауымыз керек, құрметті әріптестер. Мұны мемлекет басшысы Атырауда өткен құрылтайда парламентте қаралып жатқан сол жобаны осы сессияның соңына дейін қабылдау қажет деп өзінің ұсынысын білдірген болатын. Қоғамдық дертті ауыздықтап, оған тосқауыл қоюды көздеген осынау заң жобасына келесі шаралар көзделген. Енді заң жобасына тікелей тоқталсақ. Бірінші, заңда максималды түрде букмекерлік кеңселер мен казинолардың жарнамасын шектеу қарастырылған. Онда үйлердің қасбеттерінде, фасадтарында, ғимараттарда, құрылыстардың қоршауларында, көлік құралдарында сыртқы жарнамаға тыйым салынады. Интернет ресурстарында, ресми сайттарда, телеарналар мен радиода, мерзімді баспаларында, басылымдарында, кино беттерінде жарнамаға толық тыйым салынады. Екінші, ойнау жасына келмеген азаматтардың құмар ойындарына және бас тігуге қатысуы шектеледі. Оларға заңсыз ойын ойнауға мүмкіндік берген заңды тұлғаларға қомақты көлемде айыппұл салынады. Яғни бұл жерде мысалы 17, 18, 20, 21 жасар балалар тіркеліп ата-анасының немесе ағасының аккаунты логин арқылы, бірақ өзінің картасы арқылы төлем жасай алатын болса, қазіргі таңда біз осыны міндетті түрде шектейтін боламыз. Үшінші, онлайн казино ұйымдастырушыларға қылмыстық кодекстің 307 бабы бойынша жаза қолданады. Бірінші рет. Төртінші, өтелмеген алименттік немесе несиелік қарызы бар азаматтардың құмар ойынға бас тігу құқығы шектеледі. Яғни борышкерлердің бірыңғай реестрінде мәліметтері бар 25 жасқа дейінгі жеке тұлғаларды құмар ойындарға және бас тігуге жіберуге тыйым салып белгіленеді. Сонымен қатар заңсыз лотоматиктерге мүлдем тыйым салынады. Ойында бас тігу жасы 21 жастан 25 жасқа дейін көтеріледі. Жетінші, заңды тұлғалардың 25 жасқа дейінгі адамдарды құмар ойынға және бас тігуге жібергені үшін және орта кәсіпкерлік субъектілеріне 300, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 1000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл түрінде құмар ойындарға және бас тігуге қатысу шектелген адамдарға әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Екінші рет қайталанатын болса, онда бұл олардың лицензиясын алуға дейін біздің шара қолдануға мүмкіндігіміз бар. 8-ші, балалар білім беру, медициналық, діни және діни ұйымдар орналасқан тұрғын үйлер мен ғимараттарда лотерея билеттерін таратуға және лотерея терминалдарын орнатуға тыйым салынады. 9-ші, сот актісі негізінде қызметі заңсыз деп танылған шетелдік ойын бизнесін ұйымдастырушылардың тізімін жүргізу, сондай-ақ банктар мен төлем жүйелеріне олардың пайдасына қаржылық операциялар жүргізуге тыйым салынады. 10-ші, букмекерлік кеңсенің немесе тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардың өз ақпараттық бағдарламалық кешендерін мемлекеттік кіріс органдарының ақпараттық жүйелерімен интеграцияланатын болады. Жалпы тағы да бірнеше өзгерістер бар, жалпы 50-ден астам ұсыныстар мен өзгерістеріміз бар. Біз негізгілеріне тоқталып кеттік, осыларды іске асыру үшін кейбіреулері басқа заң жобаларында қайталанады. Жалпы бұл заң аталған өзгерістермен қабылданатын болса, онда қоғамды сауықтыруға, құмар ойындарының таралуын шектеуге мүмкіндік береді. Сонымен бірге осы саладағы көлеңкелі экономиканың белең алуына да тосқауыл қояды. Біз тек заң қабылдаумен ғана шектеп қалмаймыз, құрметті әріптестер, заңның іске асуында қамтамасыз ететін боламыз. Ол үшін нормативті құқықтық актілердің де бірге іске асуын, қалай реттелуінде бірге сіздермен бірге пысықтайтын боламыз. Сонымен қоса, бұл күресте тек қана заңның күшімен ғана шектеліп қана қоймай, психологиялық, қаржылық сауаттылық тұрғыдан да ағарту жұмыстарын жүргізу керек. Жастардың бос уақытында спортпен, шығармашылықпен айналысуына мүмкіндік жасауымыз қажет деп біз есептейміз. Жоғарыда айтылғандарды ескере келе, әріптестер, сіздерді осы бағытта табандылық танытып, бізбен бірге аталған заң жобасын қабылдауға шақырамын. Қалған сұрақтарға жауап беруге даярмыз. Рахмет.